қоймасаң 62 камерасы шығып тұр ғой. Şu öz sev сияқты ма? Ержанат спортсмен деп шығарып қоямын. Бірдеңке айтып жіберсей. Құрмет, ең алдымен жігіттерге айтарым, қыздарды сыйлаңдар. Қыз деген келешек ана ғой. Мысалсын допшаяларында ұмытпайсыңдар ғой, жігіттер, ұмытыңдар. По-любому айтып келмейді екен ғой. Жеті деп атады. Екінші рот бүгін екінші күн. Қазір обедке барамыз, балаларды отырмыз, обедті күтіп. Азанды жаңа тренировкасы. Отжимание істедік. Пресс істедік. Адам сыйламайтын санчты айтармыз. Мұғалім болса болашақ өзім айтарым, оның жауапты жаңалықтар ашып, Нобель премиясының лауреаты болуына Тілектес. Болашақ көрермендерге сәлем, бұл Руслан, екінші рота, 7-ші взвод. Не айтсам болады? Сол полигонның екінші күні болашақта армияда болып қалмаймын мен. монтаж жасайды, потом Да, сделать монтаж, потом все. Я не лучше фюрера, да? Обжимаемся с кучей мужиков в тесной палатке. Ты сразу, ну. Нормально. Он еще выебывается, говорю. Кетті да. Біз енді 20 күннен кейін звание аламыз. Алла қаласа, лейтенант шенін алғаннан кейін басқа да мемлекеттік емес шетелдік тілдерді оқып, Құдай қаласа 3-4 жылдан кейін 10 тіл біліп, полиглот болып, жаңағыда өзімнің бір мамандығымды жақсы етіп алып шығып, одан кейін ел ағасы болсам сол жететін аға. Жоқ, оның іште анадан көбірек болсын. Анадан көбірек біліп, оның іште. Тұрсын бет аға? Айбек, сен айтасың. Өзім байыған кезде, мен точно білем ба, Нобель сыйлығын алған кезде, өзім арманым жел ұмытпа болашақтағы Айбек. Вот, әдем. Алмас? Мен Нобель алмаймын. Мобиль алу керек. Жоқ, просто әркімде әртүрлі ғой. Ел ағасы бол. Короче, бизнес бастаған кезде қақтан шыққанды ұмытпа. Мәні. Жақсы болады деп ойлаған жоқпын негізі басында. Күннің ыстығы болмаса, қалған барлығына төзуге болады, әрине. Бірақ полигонға келгеніме бір қуанғаным. В целом, военкаға түскен кезде жаман өкінетін. Бірақ осы полигонға келгелі бері қуанып жүрмін, потому что мына жақта служить етіп жатқан срочниктердің түрін көремін да, жағдайын көремін да. Олардың бір көздеріндегі мұңды көресің да, содан кейін армияға бармай осы военкаға түскенім қандай жақсы болған деп ойланам да өз басым. Бірақ бір өкініштісі енді сонша полигонға келіп тұрып не істеген, военканы сонша ақша төлеп оқып жатқаннан кейін не бір қазақша өтпейміз сабақты, не бір шынайы бір әскери білім алмаймыз, әрі кетсе енді автомат атып үйреніп кетеміз ғой бұл жақтан, автомат ұстап. Атак әр нәрсе өз себебімен болады, сол үшін көп кипишалать ете берме, нормально бәрі. Бұлары жасырын, не бұлары білме, күшті деуге асықпа, құлағың сейін сен. Мені олар өшті өрдідер, мені олар өшті өрдідер. Бірақ мен әлі шамбанбау, әлі таңдармау. Мені олар өшті өрдідер, мені олар өшті өрдідер. Бірақ мен әлі шамбанбау. Ой қоңыр күн, сені маған сағым болды, оғанан болса, сенсіз менің сағым сынды оралма маған, оралуға кешікті күн, сенде және де менде, жанымды тербеп, жалғыздықты аша бері, мінімді көрме, өзіңдікін аша бері.
Mening ishimde kuş şatır koydur. Yeah. Desem oldu mağa. Sizlerin gözüne batırdım seni. Poligonda bitiremiz, Alloh qolsa, odan keyin o'z mamadan o'sha bitirib qochamiz 1 yildan keyin. So'ng endi balalarimni ma'gan keldilar, trener o'zimdan keyin. Shu aytdi. Kızıktı yolda verip Barmadı mı? Evet, keçi. Mama keregi. Bolunlar mı? Uyusi? Video. Assalomu alaykum do'stlar. Askeri jarohat qaytib berib Qo'rqoqni sindiramiz. Bu Instagram ko'rasizmi? Жоқ, просто он. Бәрін сұрынған ма? Нормально бәрі негізі. Қайсар боламын мен. Бұдан кейін. Қайсар? Қайсар бол. Бұл ма? Анау киім. Бәлі. Assalomu alaykum deblar. Соғыс, текпесініш. Рация, редакторсың ба? Давай. Построениеге дайындап. Мусор жинаңдар. Жиге ешкім ешқайқа кетпейді. Қазір жүреді екенбіз ғой. Шықпай қойыңдар. Қаншада жүреміз? Рамнан жаба салып қояды. Ана. Şey жарым deydi. Kırk gaz var. Көп сөйлеме, сігіш бар. Может ты обувь потерял. Это Мади. Нельзя на свет, уебищница. Начинаю вас слышать. Yemana. Жапты. Ali жоқ, Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Шық. Бардак. Ya, şuraya bakma. Burada geriye dayım hadi.
Пипец соғып. В общем, бүгін полигонның соңғы күні ғой. Негізі демалыс болып кәдімгі. Тамақ ішесің, жатасың, шөп жуасың. Бүгін бірақ мылтық атты, құлағым тұтып қалды. В общем, мына видео негізі андай түсіріліп бастаған. Просто кадр алып бастаған. Артынша интервью сияқты түсірдім. Аналардан, сатағы балалардан болашаққа бірдеңке айт деген сияқты. И ана иншотқа салып бір эффекттер қойып едім, как будто ана бұрынғы кездегі видео сияқты болып сезілді маған бір. И ана екі жағын кесіп тастадым, анау сияқты ғой. Не еді аты? Ой, ёп. Как будто андай пленкамен түсірген сияқты. И ана түсіремін да балаларды бірден салам. Не только балаларды жүріп бара жатқанымызда жетіп соған салсам, бұрын түсірілген сияқты. Андай бір сезім келді. Тарих қой в общем бәрі. Қазір мысалға секунд өтіп кеткен нәрседе. Қазір мына саламда бұл да қалады дейсіз. Негізі Военка қызық өтіп тұр. Андай бір қызық естеліктер. Сол в общем. В общем, Военкада негізі полигонда андай судың, желдің, тағы ненің, в общем, көп нәрсенің қадірін түсіндік. Түсінесің ғой негізі жолайға ше, бірақ осындай бір жоқ кезде біліп қаласың. Негізі видеоны жаңа бітірген, сөйтіп былай бітіргендерін деп шығамын да типа. Ты же вторая рота. Обратно. Мы все. 7. 10. Телефон. Видео телефон. Так точно. Мен ұзақ қадан да бауыр. Көрініп тұрма, брат, мына. Дым көрініп тұрған жоқ қой.